أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті шәкірттер, құрметті бауырлар, құрметті көпшілік, Алланың қалауымен бүгін 15-ші сабағымыз басталайын деп тұр. Осы 15-ші сабақпен біздің негізгі жоспарлаған сабақтарымыз аяқталады. Алдыңғы 14-ші сабақта біз не өттік? Соның бәрін кішкене қайталап өтсек. Алдыңғы сабақта біз сүкінді мимнің үкімдерін өткен едік, және сәкта және тилауат сәжделерін өткен болатынбыз. Осыларды кеңінен ашқан болатынбыз. Және дұғалармен жаттығу жасап, және Құраннан қанша бет оқу керектігін үй тапсырмасына берген болатынбыз. Енді бүгін Алла қаласа жаңа сабақты бастаймыз. Жаңа сабақ қандай сабақ? Уасыл хамзасын. Осыдан бастайын деп отырық. Біз алдыңғы тақырыптарда бұл жайлы ауызша практически өтіп кеткенбіз, бірақ соның негізгі бір ережесіне тоқтала кетейік деп шештік. Уасыл хамзасы деген сөз екі түрі бар. Сөздің басында келетін хамза, одан кейін алиф ләммен бірге келген хамза. Сөздің басында өзі алиф келетін жалпы келеді, одан кейін алиф ләммен бірге келетін хамза. Осы екі түрі бар. Алиф ләммен бірге келген хамза міне. Алиф ләммен бірге келді міне. Осы жерде сөз басталған кезде алиф ләммен басталды ма, алифке фатха қойып кете бересіздер. Фатха қойып оқыла береді. Тек қана касра дамма қойылмайды еш уақытта. Алиф ләммен бірге келген кезде алиф осы уасыл хамзасы осы. Осы алифке дамма, касра деген хареке мүлдем қойылмайды. Өмір бақи фатханы алып жүреді бұл. Өзі жеке былай осы сөз бастаған кезде Аль-хамдулиллахи раббил аламин тағы сияқты осылай сөз бастаса, деген фатха харекесін қойып оқып кете бересіз. Енді бұл әлға сөз жалғанатын кезі бар. Алдына бір сөз келеді, одан кейін тағы алиф ләм сөзі келеді. Ол кезде уасыл хамзасының харекесі түсіп қалады. Негізінде бұған фатха қою керек еді қой. Фатха қойылмайды. Неге? Өйткені алдыңғы сөзбен жалғану үшін алифтің харекесі түсіп қалады. Минәл болмайды да. Минәл. Мынаның фатхасы да сізге не болады? Жеткілікті болады. Минәл. Осы уасыл хамза деген сол. Осы уасыл хамзасының харекесі түсіп отырады. Көбінесе осы уасыл хамза сөздің арасында келген кезде харекесі түсіп отырады. Алиф ләммен бірге жазылып тұра береді, бірақ алдыңғы сөзбен жалғау мақсатында харекесін істеп қалады, түсіп қалады. Минал азаби. Негізі өзі сөз бастаған кезде әл-азабу бола береді. Алдыңғы сөзбен жалғанғандығы себепті алифтің уасыл хамзасының харекесі түсіп қалады. Минал азаби. Аттап кетеміз деп алдыңғы өткенбіз біз. Аттап кетеміз. Яғни өрді алифтің харекесі түсіп қалғандығы себепті аттап кетеміз. Одан кейін иджална. Мына жерде алиф неғып тұр? Сөздің басында хамза. Сөздің басында кеп тұр иджална. Өз алдына алиф ләмсіз кеп тұр да? Ләмсіз кеп тұр бірақ. Өзі кеп тұр. Иджална деп сөз бастай береді. Бірақ осы жерде алдына бір қандай бір нәрсе жалғанатын болса, бір сөз, кез келген сөз. Нерде деген жалғануы мүмкін. Сол тағы да басқа бір сөздер жалғанса, хамзаның харекесін істеп қалады, түсіп кетеді. Уасыл хамзасы. Осы уасыл хамзасының харекесі түсіп қалады да, келесіге аттап кетеді. Әже деп айтылмайды. Мұнада ғана фатха қоямыз. Ал ләмсіз келген алифке касра, дамма қойыла береді. Фатха тек қана алиф ләмменге қатысты нәрсе. Ал жеке өзі келген кезде, ләмсіз келген кезде касра, дамма, фатха барлығы касрамен не қойылады? Дамма қойылады. Касрамен дамма қойылады. Мынаған фатха қойылады. Мынаған фатха қойылмайды. Жеке келген кезде, ләмсіз келген алифке фатха қойылмайды. Осы екі ережені жақсы жаттап Алиф ләммен кірген кезде алифке тек қана фатха қойылады, ал ләмсіз келген алифке касрамен дамма қойылады. Жаттап алдық. Осы жерде алиф уасыл хамзасының харекесі түсіп қалады. Алдыңғы сөзбен жалғану үшін. Ална. Алифтен аттап кетеміз. Құранда да оған хареке қоймай кетеді. Исма. Алифтен не кеп тұр? Касра кеп тұр. Сөздің басында исма раббика деп оқыла береді. Ал осы исмаға алдында бір сөз жалғанса, мысалы, саббихи деген сөз келді мысалы. Осы жерде алифтің уасыл хамзасының харекесі түсіп қалады. Саббихис деп келесі сынның сукунна аттап кетеді. Осы уасыл хамзасы деп осыны айтады. Саббихисма раббика аттап кетеді. Осы жерде осы уасыл хамзаларын жақсы жаттап алсаңыздар, ережесін тағы бір қайталап жіберейін. Алиф ләммен келген алиф уасыл хамзасына ләммен бірге фатха қойылады, тек қана касра дамма қойылмайды. Ал ләмсіз келген алифтің несіне фатха қойылмайды, тек керісінше. Оған касра немесе дамма қойылатын кездері де бар. Оған мысал Құраннан кездестірсеңіздер болады иншалла.
Ал, бисмилла бауырлар. Кеңінен мағлұматтар ашып жатырық. Енді Құрандағы ашып оқып жатқан кезде кездескен тақырыптарға қосымша сіздерге көп мәліметтер, яғни тәжвидке қатысты, Құранды ашқан кездегі көп қағидаларға қатысты тақырыптарға тоқтаймыз. Сол тақырыптың ішінде мысалы Құранда әлифке, мысалы хамзаға хареке қойылмайтын кез болады. Араб баспасынан шыққан Құран кітапта әлифке хареке қойылмайтын кездер кездеседі. Ол көп жерінде бар. Құранның 70-60% жерінде әлифке хареке қоймайды. Сол кезде сол әлифке хареке қоюдың тез арада ережесі бар. Қалай тез арада хареке қоюға болады? Бұл ережені көп жерде айта бермейді, иншалла. Сіздерге бұны мен сіздерге қаймақ ретінде сүзіп әкеп беріп жатырмын. Мысалға мынандай келеді. Әлиф сөздің басында келеді да, әлифке хареке қоймайды. Үстіне мынандай бір нәрсе қойып қояды бүйтіп. Бір түрлі бір не қойып қояды. Хареке емес ол. Ол хареке емес. Ол тек хареке жоқ екендігін білдіретін белгі. Сол әлифтің үстіндегі харекеге енді қалай не қоямыз деген кезде, әлиф ләммен бірге келсе, міндетті түрде, автомат түрде оған фатха қоясыз. Біз алдыңғы сабақта да, алдыңғы неде де түсініктерге айтқанбыз, әлиф ләм бірге келсе, әлифте хареке қойылмаса, әлифке сөздің басында келгендігі үшін фатха қойып кете береміз. Ал мынандай бір Фатиха сүресінде ихдина деп оқимыз ғой. Бірақ осы жерде әлифке не қоймайды? Хареке қоймайды. Осы кезде әлифке қалай хареке қоямыз десек, мынау үшінші әріпке қарайды екенбіз. Үшінші әріптің харекесі касра болса, әлифке касра қоямыз. Көрдіңіз ба? Егер осы жерде әлифтің дәлдің харекесі дамма болғанда дамма қоятын ек. Касра болған үшін касра қоямыз. Көрдіңіз ба? Тез арада. 1, 2, 3. Үшінші әрібіне қарайсыз. Дәл мына жерде де. Мына жерде әлифке хареке қоймайды. Сөздің басында келеді осылай. Әлифке хареке қоймайды. Бұл кезде 1, 2, 3-ші әрібіне қарайсыз. Егер 3-ші әрібі фатха болса, бұған касра қоясыз. Фатха болса, фатха қоймайсыз. Мен алдыңғы сабақта айтқам, әлиф сөздің басында ләмсіз келетін болса, фатха қойылмайды. Не касра қойылады, не дамма қойылады деген. Фатха келетін болса, 3-ші әрібінде, оған автомат түрде касра қоясыз. Дәл мына жерде де әлиф келді, сөз басталды, хареке қойылмайды Құранда. 1, 2, 3-ші әрібіне қарайсыз, фатхама әлифке касра қоясыз. Мына жерде әлиф ләммен бірге келген үшін автомат түрде фатха қоясыз. Көрдіңіз ба? Мына жерде де әлиф ләммен бірге келді ма, автомат түрде фатха қойып оқып кете бересіз. Құранда, араб баспасында Құранда бұған фатха, касра харекелерін қоймайды. Сол кезде сіз тез арада хареке қою ережесін үйренесіз. Осы сабақ жақсы түсінген болсаңыз. Мына жерде әлиф ләмсіз келіп тұр, демек әлиф өзі келіп тұр ма? Болды. Демек үшінші әрбіне қараймыз деген сөз. 1 әлифтен санағанда 1, 2, үшінші әрбі. Үшінші әрбі касра ма? Дәл мынау сияқты касра болады. Ирджи'i. Мынауда үшінші әрбіне қарайсыз, фатха ма? Болды. Бұған не қоясыз? Фатха қоймайсыз, касра қоясыз. Өйткені ләмсіз келген үшін. Көрдіңіз бе ережесі? Ләммен келгенде фатха қойылатын еді. Ләмсіз келді ма? Үшінші әрбіне қарайсыз, фатха болатын болса, касра қоясыз. Дәл осындай бір ережеде Құранда келеді, кездеседі. Осы жерде үшінші әрбінде дамма болады. Үшінші әрбінде дамма болады. Егер сол үшінші әріпте дамма болатын болса, әлифке дамма қоясыз. Келістік қой? Үшінші әріпте фатха болса, касра қоясыз, дамма болса, дамма қоясыз. Міне астыңғы ережені жазып қойдым. Дәл осында сіздерде оқып берейін, сіздер жазып аласыздар. Бірінші, әлиф ләммен бірге келсе, әлиф ләммен бірге әлиф келсе сөздің басында. Және ол әлифке не қоясыз? Автомат түрде фатха қоясыз. Әлифке автомат түрде фатха қоясыз. Екінші, әлиф сөз басында келді, ләмсіз келді. Сөйтіп, хареке қойылмады. Сөйтіп, үшінші әрібіне қарайсыз. Үшінші әрібінде фатха болатын болса, оған әлифке касра қоясыз. Және үшінші әрібінде касра болатын болса, әлифке касра қоясыз. Ал үшінші әріпте дамма болатын болса, әлифке дамма қоясыз. Ереже осы. Осы ереже Құранда хареке қалай қоямыз? Мынада әлифте хареке жоқ қой деген кезде, осы үшінші әріп арқылы, әлиф ләм артиклі арқылы жұмыс жасай бересіз, иншалла. Ал, бисмилла бауырлар. Енді уақыф белгілерін өтейік. Құранда тоқтау белгілері бар. Құранда осы қазір көрсетілген 10 белгіні Құранда кездеседі. Сөйлемдер келе жатады. Аят біту ол бөлек. Бұл тоқтау белгісі бұл аяттың арасындағы сөздер. Аят біту ол бөлек. Аят бітсе ол сөйлем аяқталғандығы ол анық сүкін қойыла береді. Өзінің ережесі белгілі. Енді аят біткен жоқ, сөйлем ұзақ аят, соның арасында тоқтау керек болған жерлер болады.
тоқтауға қажет жағдайлар болады, тоқтамай өтіп кететін жағдайлар болады. Соның бәрін ережесін осы 10 ережеге сыйдырған. Уақыф, яғни тоқтау. Аят ұзын, аят арасында. Не істейміз? Мысалы, ұзын аят келді. Сол кезде сол аят сөйлемдердің үстіне мим деген белгіні қойып қояды. Мим деген әріпті қойып қояды. Сол мим әрпі келген кезде тоқтамау керек. Керісінше, тоқтау керек, керісінше. Кешірім сұрайын. Тоқтау керек. Бисмилла. Мүлік сүресінде келеді. Мүлік сүресінде осы мим келеді екінші бетінде. Сол кезде мим тұрған жерде тоқтау міндетті түрде қажет. Келесі сөзден бастайсыз. Екіншісінде та белгісі келген жағдайда тоқтау рұқсат. Осы та келген жағдайда тоқтайсыз ба? Келесі сөйлемнен жалғастыра аласыз. Сол сөйлемнен тоқтайсыз, сүкін қойып, ары қарай жалғастыра аласыз. Рұқсат оған. Ал жим белгісі келген кезде тоқтау бұған да рұқсат. Жим белгісінен тоқтайсыз. Бірақ бұл жерде тоқтаған кезде бұл ерекшелік там мен жимнің. Жимнен тоқтайсыз, бірақ міндетті түрде сөйлем алдын алып оқисыз. Тоқтаған жерден бір-екі сөйлем алдын алып оқисыз. Шарты бар да сондай, жимде сондай. Тада ондай керек емес. Ал төртінші қаф деген жазу тұрады. Қаф. Бұл жерде тоқтаған абзал. Тоқтаған жақсы. Тоқтайсыз ба? Келесі сөзден жалғастырып кете бересіз. Тоқтаған жақсы. Одан кейін зә белгісі келеді. Осылай кішкентай белгі тұрады. Өрде тоқтамау керек. Егер сіздің деміңіз жетпей тоқтап қалатын болсаңыз, осы жерде тоқтайсыз, бірақ алдынан екі сөйлем алдын алып жалғастырасыз. Шарты сол. Алтыншы, сат деген белгі келеді. Ол сат деген жағдай аят ұзын болып кеткен жағдайда сізге көмек ретінде береді. Осы жерде тоқтап аласыз, қажет жағдайда тоқтайсыз, бірақ міндетті түрде алдыңғы бір-екі сөйлем алдын алып жалғастырасыз. Шарты сол. Қажет жағдайға бізге беріп қойған бұны. Одан кейін қаф деген әріппен белгі, ол жерде тоқтамаған абзал. Тоқтайтын болсаңыз, алдыңғы сөйлемнен екі сөйлем алдын алып жалғастырасыз. Бұның бәрі әрқайсысының өзінің орындары бар, негізі мағына беруге, өтір нүктеге байланысты өзінің мағыналары бар. Ләм әлиф тұрған жерде тоқтамау керек. Тоқтайсыз ба? Міндетті түрде. Мыналарда ләм әлифте тоқтамайсыз. Мыналарда тоқтаған жақсы, тоқтасаңыз болады. Мыналарда тоқтамайсыз. Тоқтамай өткен жақсы негізді. Ал егер деміңіз жетпей баратса, тоқтайсыз да бір-екі сөйлем алдын алып қайтадан жалғастырасыз. Мынау ереже қатты маңызды. 3 нүкте келеді, одан кейін арасында бір-екі сөз келеді да, тағы да 3 нүкте келеді. Осы 3 нүктенің екеуінің біреуінен, немесе мынадан біреуінен тоқтау міндетті, уәжіп. Екеуінен де тоқтамай өтіп кету ол күнә болады. Екеуін мынадан тоқтау керексіз, немесе екіншісінен тоқтау керексіз. Міндетті түрде. Біріншісінен тоқтасаңыз, екіншісінен тоқтамай өтіп кете берсеңіз болады. Немесе біріншісінен тоқтамадыңыз ба, екіншісінен міндетті түрде тоқтау керексіз. Одан кейін 10-шы айын белгісі тұрады, ол жерде тоқтау жақсы. Өйткені бұл жерде айын белгісі бір оқиғаның, бір үлкен оқиға айтылып келіп, сол жерде оқиғаның біткендігін білдіреді. Яғни бұл жерде уақыт белгілері қатты қиын емес. Бұл ұстазбенен тағы да жұмыс жасайтын болсаңыз, ұстаз сізге көмектеседі, иншалла. Сіздерге керек мағлұмат ретінде, сіздерге сабақ ретінде беріп жатырмын, иншалла. Бисмилла бауырлар, Аллаға шүкір, бүгін дәрісіміз аяқталып қалды. Енді осы 15-ші сабағымыздың итапсырмасын берейік. Итапсырма. Бірінші, уасыл хамзасында жаттығу жасау керек. Құранды ашасыздар, уасыл хамзаларын іздейсіздер. Уасыл хамзалар мен көрсетілген мысал бойынша іздестіріп салыстырасыздар. Сол уасыл хамзасына жаттығу жасап, Құраннан 20 сөз табасыздар. Оны дәптерге жазасыздар, 20 сөзді тексертесіздер ұстазға. Одан кейін екінші, Құранда қареке қойылмаған жерлерді іздеп табасыздар. Содан бір 10 сөз табасыздар, сол 10 сөзге қареке табу үлгісін реттейсіздер. Мен түсіндірген ереже бойынша қареке қоясыздар. Одан кейін үшінші, уақыт белгілерін табасыздар. Уақыт белгілерінде 50 жерді табу керек. Құранда ол аттасаңыз сондай уақыт белгілері, аттасаңыз уақыт белгілері, жаңа көрсеткен 10 белгі бар емес па? Сол аттасаңыз ондайларға кездесе бересіз. Соның 50 жерін табу керексіз. Құран дәптерге жазу керексіз. Төртінші, Құраннан 5 бет оқисыз. Біз алдыңғы сабақтарда бірінші 1 бетті бердік, кейін 3 бет бердік, енді 5 бет оқу керексіз. Бұны негізі ұстазға тапсыру керексіз. Сіз сонда Құранға жетістікке жеткен боласыз, Құранды оқыған боласыз. Негізі бүгін 15 сабағымызды қорытындылауымызда осы еді. Осы 15 сабақтан кейін адам Құранды ашып, зуылдатып оқып кететіндей дәрежеге қатесіз, шамасында оқып кететіндей мүмкіндігі бар. Иншалла, Алла Тағала зейіндеріңізді ашсын, Алла істерімізге береке берсін, иншалла. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, осы 15 дәрісте түсінбей қалған жерлеріңіз болса, ұстазға сұраңыздар, иншалла. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.